Екінші айтатын мәселе, ауданның басында неше жылдан халық қойған тұрғын үй мәселесі жақсы шешіле бастады. Әр жылда бұл совхоз 15-16, кейінгі жылы 20 үйге дейін салды. Бұл енді халықтың біраз мұқтажын дұрыстап шешті деп біз ойлап отырмыз. Бұл совхоздың басында қазір жылу жүйесі салынып жатыр, су құбыры салынып жатыр. Бұрын болып көрмеген әрбір үйге жылу беріп, су беру мәселесі совхоздың басында шешіліп тұр. Совхозда кейінгі уақытта мынау тойхана жасау, тойды дұрыс бір жерде өткізіп, сол тәртіпке, мәдениетке көшу жағына халықтың көп назар аударылды. Содан кейін халықты мынау қатты ауыр жұмыстың бірі мал шаруашылығында қойдағы қарқын пункттері. Механикандырған қарқын пункттерін облыста бірінші болып осылар салды. Одан кейін мынау мал тоғытатын жерде механикандарды. Одан бұл совхозда шұжық цехы салынып іске қосылды 2 жылдан бері. Одан совхоз былтырғы жылдың өзінде 85 мың сом пайда тапты. Де ғана уақыт болды, осында тон тігетін, тері илейтін цех, оны тігетін цех. Сөйтіп біз аудан көлемінде қазір осы Комсомол совхозы мен Арқалық совхозы бойынша 2 совхозда 10 мыңнан 20 мыңға дейін тон тігетін 2 совхозда біз осында цех аштық. Сонымен біз бұл Егіндібұлақ өңірін сөйттік. Шаруашылық облыс орталығынан 400 шақырым жерде, аудан орталығынан 60 шақырым шалғайда орналасқан. Жалпы жер көлемі 143 мың гектар. Шаруашылықта төртлік мал түгелдерлік өсіріледі десек те болғандай. Қыстамаға 38 мың бас қой қалады, 500 бас ірі қара, 250-дің көлемінде жылқы, 50 бастай шошқа қалады. Жылма-жыл қоғамдық малға 13 мың тоннаның көлемінде шөп, 1,5-2 мың тоннаның көлемінде сүрлем, 1 мың тоннаның көлемінде жем азығы дайындалады. Әрине бұның бәрі біз сияқты табиғатқа тәуелді болып отырған шаруашылықтарда көптеген қиындықпенен келуде. Жалпы халық саны 1600, оның ішінде 420-430-дің көлемінде жұмыскер. Ал енді мал шаруашылығы ата кәсібіміз. Бұл салаға келетін болсақ, осы совхоз құрылғанда алғашқы колхоздың іргесін қалаған. Сол жылдан бастап мал бағып, осы мал шаруашылығында еңбек еткен адамдар, үлкен ақсақал қариялар, бүгінгі күні солардың ұрпағы осы шаруашылықта әрі қарай жұмыс істеп жалғастыруда. Атап айтатын болсақ, сондай ақсақал еңбек ардагерінің біреуі Ленин орденді Жабағин Кәрім ақсақал. Менің өз басымның енді мақтанған емес, мен сол 47-ден бері қарай соны мына жерге еріп тұрып, соны кезек-кезек екі шетінде тұрып беріліп екеуміз жайдық. Сол еңбекті партия бағалады да мынаны қадақ қойды. Соның енді қысты күні шөбі келеді. Сол шөпті өгізарбымен бір ішке 8-де қой келсе, сол 2 бір ішке шөп әкеліп үйіп алам. Енді таңертең шай қайнаса шөпті үйіп алам. Енді соның қиы келеді. Сол қиды 3 күнде бітіріп алам, оның бір өтені жоқ. Сол уақыттағы басшылар, коммунист жолдастар бәрі біледі. Сол білудің арқасында мына дәрежеге жетті. Бүгінгі күні бұл кісінің баласы, немересі қой шаруашылығында еңбек етіп, бұл кісінің ізін әрі қарай жалғастыруда. Одан кейінгі үлкен қариямыздың біреуі Әбділдин Смағын ақсақал. Бұл кісі де Ленин орденді кезінде көп жыл колхозда, совхозда еңбек еткен, мал баққан. Сол еңбегінің арқасында үкімет наградысын ие болған, бүгінгі күні құрметті демалыста. Отыз алтыншы жылы малға бардық, шырағым. Ешқандай не болған жоқ, о кезде бом шопан деген жоқ, төл таситын кісі деген жоқ. Ақыран төлді аналар күнне бір әйелі өреді дағы, төлді күнне әрі шығады, әрі өтті, әрі төлі болады. Ал енді қазіргі о кезде сон
Күндіз қойдан келсек, түнде шөп тасыды, қолын ететін жоқ, өтірігі де жоқ, ішіне сол, мынау да соны істеді, біз де соны істеді. Осында Кенжебай деген бір шопан қайтыс болды. Сол кісіде бірімізден біріміз сол үлгі алып, бізге шөп тасушы бермейді, түнде тасып алып. Ол кезде заманда жақсы болды, бірақ ал енді жұтта болған жоқ, жұтқа да шалдыққанымыз жоқ. Ал қазіргі заманда көмекші де бар, он шақты төл алғышы да бар. Сонда онда да төлді жақсы алып жүрдік. Өзіндегі өсіңгіден артық алмасақ, сол шағында әркеменен төлді. Кемалғамыз жоқ, онда үй деймен көшіп барады. Бәрі де сол төлдің басына. Сонымен бар төл сақтап сөйттік қой, шағым. Қазіргі заманда жаман емес қой, істеп жатыр ғой. Жастар бәрі де істеп жатыр. Біреуінен біреу тәртіп алып. Ал бұл Әбділін Смағұл ақсақалға келетін болсақ, ол кісінің төңірегіндегі 7-8 баласы, одан тараған немере шөберелері қазір алып қарайтын болса, осы совхоздың үлкен бір әулеті болып отыр, әр салада еңбек етеді. Бұл кісінің үлкен баласы Смағұлов Сәбетбек, шаруашылықтың алдыңғы қатарлы шопаны, еңбек даңқы орденінің 3-ші дәрежелі орденінің иегері, бүгінгі күнде өзінің бала шағасымен, інісіменен мал бағып отыр. Жасаған еңбегі табысы аудан, облыс көлеміне әйгілі. Бұл кісінің балалары механик, басқа құрылыс саласында әр салада істеп отыр. Мінекей жаңағы Әбділін Смағұл ақсақал өзі қандай үлгілі еңбек етіп, өзі бар өмірін осы еңбекке арнаған болса, бұл кісілердің тәрбие алған балалары, немере шөберелері барлығы осы шаруашылықта адал еңбек етуде. Келер бір рет дәрия кеуде тауын бұрыштан құйған күнде қарттар месен сауын өздерің жүрсең жанымда елші жаман дәнесізіңген қанға даламның бір бөлшегі Одан кейінгі бір біздің мақтанышымыз мынау Исабековтердің әулеті. Бұл кісілердің қазір қарт анасы күні бүгін көзі тірі, осы колхозда еңбек еткен адамдар. Ал енді ол кісінің балалары Исабеков Қаупен, Жақан, Серік, Манатой, Ержан, осы азаматтардың барлығы осы шаруашылықтың түрлі саласында еңбек етуде. Оның ішінде Қаупен, Жақан, Серік бәрі де алдыңғы қатарлы шопандар. Жылма-жыл көтеріңкі міндеттеме қабылдап, 100-ден 110-ның аралығында төл алып отырған майталмандар. Манатой, шопан, жаңағы қалған екі інілері осы шаруашылықта шофер механизатор болып еңбек атқарады. Бұл адамдардың да атқарып отырған жұмысы бір төбе деуге болады. Бір ме? Тағы бар. Көшкенеде жылы қайдаймын, ауылыңа барушы едім айдаламенен аридашай, аридашай ай кенеде сен есіме сағанып сарғаянын алсағананенен аридашай, аридашай ай
жалғанада жақанымсың ау жаныма сүйеген әридашай әридашай Әрине біздің бәріміздің бүкіл ауылымыздың, ауданымыздың мақтанышы бұл Біләлівтердің әулеті. Ол кісілердің үлкені Мақұлов Біләл ақсақал осыдан 30 жыл бұрын түндіктінің бойында қазіргі Тоқжігіт қыстағында баласы Сәбет көзінің таяғын ұстатқан екен. Мені содан бергі өткен 30 жылдың ішінде еңбек ете жүріп маңдай терін сыпырып, сіңірген еңбектің бүгінгі күні сайлау зейнетін көріп отыр. Осы атқарған еңбек үшін, жақсы көрсеткіштер үшін Біләлов сайлау 37 жасында социалистік еңбек ері атағын алды. Мінекей осы күні бүгінге дейін абыройменен ұстап жұмыс атқарып келе жатыр. Бұл кісілердің үлкені Біләлов Зейнәкбар ақсақал еңбек ардагер бүгінгі құрметті демалыста колхоз, совхоз тұсында жылқы баққан, алдыңғы қатарлы жылқышы болған, еңбекқор, соғысқа қатысқан адам. Одан кейінгілері, інілері Біләлов Шажар, алдыңғы қатарлы бақташы, ауданның маңдай алды озат жұмыскер болып есептеледі. Одан кейін осы сайлаудан кейінгі інілері Біләлов Кенжебек, ол да шаруашылықтың белді шопаны. Одан кіші інілері Біләлов Бүркіт шаруашылықта шофер болып жұмыс жасайды. Ал енді осы жаңағы осы әулеттен тараған азаматтарды алатын болсақ, бұлардың өзі алдыңғы қатарлы ер жетіп есейгендерінің өзі үлкен 10 шақты семья, ал олардың тараған немере шөберелеріменен қосқанда бұлар осы Біләлівтердің әулетінен тараған ағайын азаматтар бір тайпа ел деуге болады. Міне осы жаңағы атап өткен, аталмайда қалған бір кезде колхоздан бастап еңбек сіңіріп, осы совхоздың іргетасын қалап, күні бүгін осының дәулетін шалқытып отырған біздің осындай азаматтар, осындай үлкен-үлкен әулеттеріміз бар. Мүмкін біздің шаруашылықтың кейбір жетістіктері, кейбір жақсылықтары біздің еліміздің сақталып отырған берекенің де осындай үлдің адал еңбегіменен адамгершілігі, дұрыс тәлім тәрбиесі шығар деп ойлаймыз. Мемлекетке мал шаруашылығы өнімдерінен 800-850 тоннаның көлемінде ет сатылады, 50-55 тонна жүн өндіріледі, 5-6 тоннаның көлемінде сүт сатылады. Енді оның келешегіне көз жұмыртып үңілетін болсақ, алдағы уақытта бірінші мәселе осы экономикалық реформаны түбегейлі жүзеге асырып енгізу керек болып отыр. Шаруашылық ұйымдастырудың жаңа әдістерін енгізу. Екінші басты мәселе интенсивті технологияларды алға қарай дамыту болып отыр. Біз енді бұдан бұрында әңгіме болып айтылып жүрген шаруашылықта, әсіресе мына мал шаруашылығын дамытуда үлкен мал бордақылайтын комплекс 5000 бастың көлемінде, мал тоғытатын механикаландырылған тоғыту ванналары, 25 қайшылық механикаландырылған толық қырқым пункті, басқадай көптеген жағдайлар, мысалы мынау тон үйлеп тері тігетін цех, шұжық шығару өндіру цехы, осылардың бәрін қосқанда біздің өзіміздің қажетімізге жарап, шаруашылыққа аз да болса табыс көзіне айналса деген мақсат еді. Осы орайға келген уақытта біздің алдағы мақсаттарымыз жаңағы мал шаруашылығына қоса бір табыс көзі болып табылса деген мынау цехтың салынуына байланысты аң фермасын ұйымдастырсақ деген ойымыз бар еді. Осыған байланысты биылғы күзге қарай сол 150-200-дің көлемінде жаңағы екі түрлі аң түрінің күшіктерін сатып әкеліп орналастырсақ фермаға деген ой бар. Осыменен қоса малшыға біз енді тон, желетке, қолғап,
басқадай жылы киім дайындаған уақытта бір жола өзіміз қамқорлықты тегіс мойнымызға алсақ деген ойменен пима бастырсақ деген ойластырып отырмыз. Мүмкін алдағы күзде не келер жылдың басына қарай пима басатын цех ұйымдастырсақ деген көңілімізде отыр. Мен осы совхозға келгелі 15 жыл болды. Осы 15 жылдың алғашқы 4 жылында совхоз аңғида зиямен шығып отырды. Кейінгі 11-12 жылдың көлемінде 200 мыңнан, қазіргі күнгі міне өткен жылы 800 мың теңге шейін пайдамен аяқтадық. Совхоздың өндірісінде осындай мінекей алға басушылық бар. Міне оның бір мысалы осы өзіміз тұрған мынау жүн қырқым пункті. Мұнда мысалы далада бұрыннан ешқандай қолға алынбай қалған сиыр қорасы еді. Осыны қайтадан жөндеп, міне 2 жылдан бері орталық қырқым пунктін ашты. Бұған қосымша жұмсалған ақша 37 мың теңге. Ал енді осы 37 мың теңге осы 2 жылдың ішінде өзі ақталып бітті. Өйткені Семейдің фабрикасына тапсырған уақытта бұрын 67-68% көлемінде таза қылшық жүн болатын болса, қазіргі кезде мінекей мынау осы қырқым пунктінің тазалығы әрі осындай тиімділігінің арқасында 76%-ке жетті таза қылшық жүннің өнімділігі. Ал енді бұрын мысалы 3 бөлімшеде орталықта қырқылатын болатын болса, онда қырқышылар жетпей жататын. Орталықта болатын болса, 2 смел ұйымдастырып, елерді қырқышыларды контордың жұмыскерлерін пайдаланатынымызды. Қазір олай емес. Мынау 24 қайшының кейде 20-сы жүргеннің өзінде де күніне 1000-1500-ға шейін қой шығаратын уақыттары бар. Сонымен мінекей бір экономикаға өте тиімді болып тұр бұл жағдай. Бұл енді шаруашылық саласында келген әлеуметтік мәселелерге келгенде кейбір қосарларымыз болатын болсақ, біз енді көптеген шешімін тапқан кейбір мәселелерге қоса, осы биылғы жылдың 4-ші тоқсанында мектеп интернаттың жатақханасын салсақ деген ойымыз бар, 120 орындық. Келесі жылға 120 орындық бала бақшасын саламыз ба деген ойымыз бар. Документациялары барлық қажетті дайын тұр. Одан кейін үлкен сауда нүктесі салынбақ 500 мың сомның көлемінде. Міне оның жаңағы тиісті документтерін дайындау жөнінде жұмыс жүріп жатыр. Жалпы әлеуметтік мәселеде басты мақсат халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету ғой. Халықты тұрғын үймен қамтамасыз етуде бұл кейінгі 2 жылда үкімет программасына сай біраз жұмыстар атқарылған сияқты. Жылына сол 10-11-2 пәтерлі үй беріп отырмыз. Бұның өзі 20-22 семьяға жаңадан қоныс деген сөз. Ал енді жаңағы басқа ауысатын үйлерді есептеген уақытта 20-25 семья жылына жаңа пәтерлерге ауысып, болмаса шылықтың біздің еңбекші қауымның, жалпы халықтың қазіргі партия саясатына, қазіргі халыққа әлеуметтік жағдай жасасақ деген ұмтылыс деп есептейміз. Жұмысты істейтін халық, осы халықтың жағдайы болса, оның тұрғын үйі дұрысталса, оның жаңағы қажетті уақытта транспорт шешілсе, басқадай ауылды жерде отырғаннан кейін отын, су, қажетті азық-түлік жағдайлары, тұрмыстық мәселелері дер кезінде шешіліп отыратын болса, әрине бұл біздің жұмысымызға, халықтың дұрыс бетбұрыс жасауына, біздің алға қойған мақсаттарымыздың дер кезінде іске асуына бірден бір септігін тигізген болар еді. Сонымен біз күні бүгінге дейін іргелі шаруашылық Қазақстан программасын көре алмай отырмыз. Бұл жөнінде бірнеше дүркін мәселе қойылды. Көптеген облыстық мекемелердің төңірегінде, бірақ әлі шешімін таба алмай отыр. Екінші мәселе мынау байланыс торабы. Ауылда көптеген еңбек ардагерлері, соғыс ардагерлері, басқадай жаңағы қызметті қажет ететін жағдайы бар адамдар көп, бірақ бізде сол байланыс нүктесінің шешілмеуіне байланысты күні бүгінге дейін бұл шешімін таба алмай отыр. Әрине алдағы уақытта шаруашылықта бір 150 нүктелік байланыс торабы шешілген, ұйымдастырылып істелген болса, бұл да бір жақсы шешімін тапқан мәселе болар еді.
басқа да енді жағдайларда айтып келсек, әрине осы ортада кейбір бізге байланысты да, бізге байланысы жоқ мәселелерде шешімін тауып жатқан уақытта халықтың келешегіне, болашағына біздің мынау іргемізде отырған ядролық қару сынау полигоны қатты әсер етпей отқанын айтуға болмайды. Бұл бірден халықтың денсаулығына әсер етсе, екіден халықтың жүйкесіне, өзінің психологиясына әсер етіп, халықтың мынау келешекке деген, өмірге, еңбекке деген ұмтылысын, ынта-жігерін төмендетіп отырғанын оны айтпасқа болмайды. Енді бірер ауыз сөз біз мына Семей полигоны турасында айтпай кетуге болмайды. Ал бүгінгі менің денсаулығым үшін мен оған аса қысыла қоймаймын, бірақ ұрпақтың денсаулығына өте кеселді жай. Бұл бірнеше ұрпаққа созылады. 10-11 ұрпақ осыдан 2-3 жылдан кейін сауығып кететін болса, ол құбығы. Сондықтан да бұл полигонды жер астынан жарудың өзін тоқтату керек. Бұл Семей полигоны дегеннің өзі біздің осы ортадағы қазақ халқы үшін нағыз келген кесел. Оның соңына, ұрпағына бұдан айығу ол мүмкін емес. Сондықтан да бұл полигонды жаңғы Семей полигоны емес, қай континентте болмасын, қандай жерде болмасын, барлық полигон жабылу керек. Бүгінгі күнде бұл төңірегінде көп мәселе көтерілді. Семей Невада қозғалысы өзіне тиесілі көптеген мәселелерін мүмкіндігі барына да жоғына да қарамастан шешіп алға қойып отыр. Бұл жөнінде жоғарғы үкімет те тиісті шешімін қабылдап алдағы уақытта бір тоқтамға келеме деген ойымыз бар. Бірақ дегенменен біздің қадірлі ағамыз Олжас Сүлейменовтің кейбір кейінгі уақытта халықтың назарын ұсынып отырған мәселелері әлі де болса қолдаусыз жатқанын айтпасқа болмайды. Ол жалпы Семей, болмаса Қарағанды, болмаса Қазақстан, немесе одақ көлемінде емес, бүкіл дүние жүзінде ядролық қарудың көзін жою, осы адамға кесепат әкеп отырған осы алапатты құрту болып отыр. Сондықтан біз халық әрине сұрауы, өтініші осы іргедегі полигонды әкетсе деген әлі де болса біздің сұрауымыз бар. Ардагерлер, соғыс ардагерлері, еңбек ардагерлері, әрине соғыс ардагерлері жыл өткен сайын азайып келе жатыр. Қазір 8-9 адам қалды. Бұл кісілердің ақыл кеңесі, ауыз көмегі, өткен өмірі, соның өзі бізге сабақ. Сол кейбір қысылған жағдайларда шаруашылықтың мәселесі болар, осындағы тұрмыстық мәселелер болар, халықтың әлеуметтік болмаса өзара қарым-қатынас жағдайларында біз осы ардагерлерге ептеп иек артып құлақ түріп отырамыз. Бұл кісілер сол жиналып өздерінің білгендерінше ақыл кеңесін, ауыз көмегін беріп отырады. Татекең біздің белгілі әрине, біздің үлкен ағамыз бір бошаннан тараған адам біз әрине. Ортақ партия комитетінің 1985 жылғы апрель пленумынан кейін қайта құру жариялы. Ойын келгісіне қатыстырмай тұрып, осындай мәселелермен шұғылдануға болады. Ол дұрыс әрине. Домбырата комитетін бар емес? Адамдар бар, осында балалар бар. Жаңа жалғыз Татекеңнің домбыры емес қой, басқа дүниелердің барлығы. Патшаның билеуі, ат үстінде барлығы. Сол жастарға Башы керек қой, сол жастарға үйрету үшін, бұлай тәрбиелеу үшін соған. Татекең болғанда әкесі қазағымыздың өзі асқын домбыра шекен. Татекең тәрбиелеуін ағасы Әли дейдіміз екен. Соғызы баны бөлістіріп барып, осындай шертті үйдің шебері атандырғанса Әли мәрхум көреді ағасы. Тұғасы өнерге үйреніп, бүкіл Қазақстан емес, ер шарына ән күйіп тараған. Аяғы атағы елде тараған адам, сондықтан бізге атағын беру совхозға орынды. Өйткені десеңіз, өнері, білімі, оғысының осы совхозға атағын беруге лайық. Өйткені барлығы осы совхозда жатқаннан кейін, осы совхоздан бейт тасталған памятник ескерткіш орнатқаннан кейін, совхоздың ардагерлерді ұмытпас үшін, жастардың ойында болу үшін Тәттімбет лайықты қойды. Жастардың өзі барып бас емдіреді. Осы шаруашылыққа Татекеңнің атын берудің өзі осы ардагерлердің бас қосқан жиналысында қозғалған әңгіме алғашқыда.
Енді қоғамдық ұйымдардың бірі әйелдер советі. Әйелдер советі де шаруашылықта жұмыс жасайды. Партиумның советтің кәсіподақтың басшылығы менен әйелдер советі осы шаруашылықтың мәдениетінің өсуіне, селоның сәулеттенуіне, оның ішінде мынау бала тәрбиесі, балалардың оқу жұмысы, мектептің шаруасына, жас қыз келіншектердің науқандық жұмыстарға араласуына, осының бәрін өзінің ықпалын тигізіп келе жатыр. Bir сөзбен айтқанда, семья тәртібі болсын, шаруашылықтың жұмысы болсын, мектеп өмірі болсын, қайсысына болсын өздерінің шама-шарқы келгенше араласып атсалысуда. Ендігі бір айтатын мәселе осы шаруашылықта кейінгі 3 жылдың ішінде 25-30 жылдан бері атқарылмаған шаруалардың басы қайтып істеліп отыр. Оны әрине неғыса бір кісінің ақылына, сол бір кісінің күшіне сыйдыруға болмайды. Басшы болғаннан кейін айту, бағыт, бағдар беру, ой салу міндет. Бірақ осы жақсы ойларды әрі қарай жетектеп әкетіп іске асыру, соны өзінің барлық күш-жігерін, білімін жұмсап, жүзеге асырып, қолының күшіменен, ақылыменен ұйымдастырып істеп отырған көптеген азаматтар бар. Ғылымның тіліменен айтсақ, бұларды біз өнертапқыштар дейміз, жаңашылдар дейміз. Осы өндіріске интенсивті технологияны мал шаруашылығында болсын, дала жұмыстарында болсын, құрылыста болсын, басқа да әлеуметтік мәселелерде кейбір орын тауып жатқан жаңалықтар, соның бәрін осы азаматтар күн-түн демей уақытпен санаспай қажырлы қайрат жұмысыменен іске асырып отыр. Одан кейін қоғамдық негізде жұмыс жасайтын бұл еңбек коллективінің советі. Бұл енді осы кейінгі 2-3 жылда өмірге еніп келе жатыр. Бірақ өзінің жастығына қарамастан шаруашылықтың келешегіне экономикалық мәселелерді шешуге, әсіресе кейінгі экономикалық жаңа реформаларды өмірге енгізуде, шаруашылықты ұйымдастырудағы интенсивті технологияларды пайдалануда, жаңағы шаруашылық келешегіне байланысты көптеген перспективалық мәселелерді шешуде, әлеуметтік мәселелерді, құрылыс мәселелерін ұйымдастырып шешуде, осының бәрінде шаруашылықтың басшы маман қызметкерлерінің басын қосып, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып жұмыс жасатуға, соның бәрін ұйымдастырып бір мақсатқа әкелуге көптеген өзінің жұмысын, рөлін атқарып отыр. Енді шаруашылық жұмысының, оның экономикасының алға басуы, жұмыстың жүруі әрине кадрға байланысты, әсіресе осы еңбек етіп отырған халыққа байланысты. Сол халықтың мәдени, тұрмыстық жағдайлары шешілсе, әлеуметтік мәселелер жолға қойылған болса, бұл шаруаларға да өзі халық ынта-жігерімен жұмыс жасап, соның белгілі бір дәрежеде өзі қорытындысы болатыны белгілі. Мұны соған сай шаруашылықта қоғамдық ұйымдармен бірлесе отырып, осы халықтың мәдени тұрмыстық жағдайын, әлеуметтік мәселелерін шешуге бір сыдырғы көңіл бөлініп отыр. Халыққа 25 орындық аурухана жұмыс жасайды. Оның жанынан қосымша құрылыс салынған, тіс кабинеті, кардиограмма жасайтын кабинеттер жұмысқа қосылған. Жүйелі түрде асхана, наубайхана, қонақ үйі жұмыс жасайды, халыққа қызмет көрсетеді. Орындық бала бақшасы бар. Әрине бұл бірден тарлық етіп отыр, екіден бұның жаңағы ішкі сыртқы көркемдік жағдайы болсын, басқадай жағдайлары қазіргі талапқа сай болмай отыр. Соған байланысты алдағы жылдан бастап 120 орындық бала бақшасын салу үшін оның документациясы дайын тұр. Құрамы 30-40 адамнан тұратын көркемөнерпаздар үйірмесі бар. Оның ішінде әртүрлі сала бойынша жұмыс жасайды. Міне осы көркемөнерпаздар үйірмесінің жұмысының да алға басуына жастарменен қоса жаңағы ардагерлер советі, әйелдер советі, осы қоғамдық ұйымдар өзінің ықпалын тигізуде. Оған дәлел біздегі жаңағы әжелер тобы, жаңағы ұлттық әртүрлі көріністер сахнада көрсету, домбыра ансамблін ұйымдастыру, осының бәрі соның айғағы сияқты болып табылады.
Әулие қолдасын, пайғамбарым аңдасын, алдынан ай, артынан күн тусын. Бақытың ашылсын, дұшпаның басылсын. Сенің кірген ақбатам, балам, бақытыңды ашсын. Амин. Тыныштастыр әкесіменен. Ағидың сәні дөдеге ақсын қырылер бөдене. Айналайын жанекем, сенсіз сәнім келеме. Базардан алған кеселер, шай самаурын еселер. Енді айналып келгенше, қошаман бол шешелер. Жарасқан сенің әтталымын-ай, қимайтыны менің құлыным-ай. Қадірлі бол қалқымын, ақылды болшау құлыным-ай. Тетелесін, теңдесін, кім жек көрер жеңгесін. Ақылың болса айтып қал, ақылсыз өскен демесін. Есіктің алды ошағын, ұстатпайды қашан. Енді айналып келгенше, қошаман бол босан. Мына екі балаға Тұра тұрыңыз жеңіше. Бұл екі баланы бөлі белді сыра олай. Солай ма? Одан кейін сүйінші дайын болар. Ал қаны? Ал мәне. Қырқашал. Ал. Сері жігіт, екеуіне жылқыдан екі тай алып бер. Тайдан дайын болады, дайын. Сері жігіт, отаудың шаңырағын көтер. Ал жігіттер, шаңырақ көтерейіз. Bye.
деген ырымет айналайын. Рахмет. Қайырлы болсын. Көрші, келінге отқа май құйғыз. Таң қазақ дәстүрі май беші. Өткен ұзақ өмірлеріңіз бойында айтулы оқиға болып табылады. Сіздер құрған семья адалды, игілікті одақ және сіздердің болашақ ұрпақтарыңыз бақытының негізі болмақ. Советтік жаңа семья құра отырып, сіздер тек біріңіздің алдыңызда ғана емес, сонымен қатар негізгі семья болып табылатын бүкіл советтік қоғам алдында да зор жауапкершілік аласыздар. Қадірлі достар, қадірлі қонақтар, туыстар, бүгін біз ерекше жағдайда неке сарайының ішінде бас қосып отырмыз. Бұл тойдың екі куәгері мына Қарлығаш пенен Марлан. Бірінші мен өзімнің атымдан, семьям атынан Қарлығаш пенен Марланға үлкен бақыт тілей отырып, үлгілі совет семьясы болып, тең құрбысының алды болып, еңбекте қай салада еңбек етпесін, жастардың алдында үлгі болсын деп тілек етеді. Екінші, Қарлығаш пен Марланның бұл тойы өте айтарлықтай маңызды оқиғалы, осы Сапқозы төңірегінде болып жатқан уақиға кезінде өтіп отыр. Өйткені кеше ғана осы Сапқозға Тәтекеңнің атағы берілген еді. Мені сол тойдан кейін, сол ұлы дүбірлі той өткеннен кейін, мені тойға жалғасып, арты жастардың тойына айналып отыр. Семья кішігірім мемлекетте. Оны өркендету, оны алға барып, осы алға барушы, жалғастырушы, ағаның, аға ұрпағының дәстүрін, игістерін, ол осы жастар. Мынандай Тәтекең ауылында бірінші рет көріп отырмын мен, қанша жерді араласам да, осындай неке сарайын салып беріп, бәріміздің басымызды қосып, осындай үлкен ақ отау тігіп берген Сапқоздың басшыларына, әкімшілігіне, партия, совет, кәсіподақ, комсомол ұйымдарына мен Марлан мен Қарлығаштың туыстарының атынан үлкен шын жүрегімді жолдар едім. Тәтекеңнің әруағы қандай бір кезде сайраса, сіздің Сапқозыңыз солай әр қарай сондай сайрай берсін, халық осындай жайнай берсін деп тілек білдірдім. Балалар бақытты.
Halayık kanı bermen qarayıp kelin geldi görüңüz körümdігin berіңiz kelin görüm degenin hanımda kelіңiz Bugün qo'shilgan jas kelin men bilaning hurmetine o'sinin Çırqalada vaslagan bu toyga qaynaga jengi şişi gelipti kelinin betini aşuğa berdim magan yerikti Danası bol dalanın, anası bol balanın, gül jayqalsın jolundan, qutlu bolsun qadamın, qadamın, qadamın. Akıl bergen, oy bergen, talaptığa jol bergen, kök kuşamın desengde, koy demegen, kol bergen, qasırlar attap ötpögün, öreni joldu mengirgen, bavırınday bavulgan, jeldilerge bir salim, bireme soğumum salim. Күйші кепті ауылға, жатыр хабар таралып. Өнер сүйер қауымға, бұл бір үлкен жаңалық. Ақбоз үйдің алдында, сапырлысқан аяқтан, жапырылды шалғында. Басып жүрек үкілін, ақбоз үйден толғанып, күйші шықты үкілі, домбырасын қолғалып. Қазыбектей атаның, ұланы ғой жоталы, жамылыпты шапанын, алтын зерлі оқалы, домбырасын бір қағып, құлақ күйін келтірді, әр қимылын бір бағып, құлақтарын ел түрді. Самал болып желпіген, құлағына тәттін кеп, қошеметке елтіген, елең етті тәттін бет. Тал шыбықтай мүсіні, үкі таққан бөркіне, ынтық етер кісіні, өнері сай көркіне. Топтан озған жүйріктей, шертіп отыр бой жеткен, саусақтары сүйріктей, әдемеді ой неткен. Бір қараған адамын ететіндей жаралы, нәркес көздің жанарын тәттім бетке қадады. Қырдың қызыл түлкісі, кездесті ме аңшыға, сыңғырлаған күлкісі, осып өткен қамшыма. Шыдамады мұндайды, күйші деген ат міндет, екшектен үн майда төгілдірді тәттім бет. Сылқ-сылқ етіп күйақты, ілебі бар жылудың, су сылдыры сияқты, не күлкісі сұлудың. Су бетінен бөліне, көтеріліп ақ бу боп, қайта қонып көліне, сұңқылдады ақ қу боп. Ұмытылды қайғында, от сезімге ерідің, сол бір аққу айдында тапты өзінің серігін. Саусақтары бойлады, пернелерді екшектен үн тыңдап, әсем саздың өрнегі төгіледі сылқылдап. Жеңілерін ақ таңнан мойындамай түн жатты, күйші көңілі шаттанған қызға қарап үн қатты. Сылқылдақ, сылқылдақ бұл күй аты, қалқам.
بالرخيم ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد